Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тіл сабағы 31-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз әліпби. Ең алдымен каналға жазылып алыңдар. Бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы. Өтірік өлең. Сүтін сауып торғайдың, жетім тайды өсірдім. Аққу жегіп арбаға, бүкіл елді көшірдім. Инеменен жер қазып, су шығардым шөл жерге. Елекпенен құм тасып, бөгет салдым көлдерге. Ауыз әдебиетінен алынған өлең екен. Өлең не туралы балалар? Өлең өтірік ойдан шығарылған өлең екен. Мысалы, сүтін сауып торғайдың, жетім тайды өсірдім деген мысалы олай болмайды ғой. Аққу жегіп арбаға, бүкіл елді көшірдім дейді. Аққуға бүкіл затты артып қоя алмаймыз, аққу оны көтере алмайды деген сияқты. Инеменен жер қазып, су шығардым шөл жерге дейді. Инеменен отырып жер қазса, су шықпайды. Елекпенен құм тасып, бөгет салдым көлдерге дейді. Бұл да ойдан шығарылған, яғни өтірік өлең екен. Өлең мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Қасыңдағы жұбыңа сұрақ қойып, өлеңді тағы да қайталаңдар балалар. Келесі екінші жаттығу: тиісті сөзді қойып, өтірік өлеңді көшіріп жаз. Мініп алып құртқа, өрмеледім бұлтқа. Алып келіп айды, көрсеттім көп жұртқа. Ауыз әдебиетінен сурет атауларының алғашқы әріпін ата. Ол әріптер әліпбиде нешінші тұр? Мініп алып құртқа дегенде құрт Қ әріпінен басталып тұр. Бұлт Б әріпінен, ай А әріпінен. Бізде құрт қайшыншы тұр әліпбиде? Қ әріпі әліпбиде 15-ші тұр екен. Бұлт дегенде Б әріпі 3-ші тұр. Ай дегенде А әріпі 1-ші тұрады екен, балалар. Жақсы, келесі 3-ші жаттығу: оқы, қалып қойған әріптерді тап дейді. Қалып қойған әріптерді табамыз балалар. Әріптерді тауып жазып, әліпбиді жақсылап жаттап аламыз балалар. Каналға тіркеліп алыңдар. Сау болыңдар.